Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану. Алдымен есімізге түсірейік. Интернетте жұмыс істегенде қандай қауіпсіздік ережесін сақтау керек? Бүгінгі сабақта үйренетініміз берілген тақырып бойынша ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану. Балалар, сендер интернет және браузер ұғымын бірінші сыныптан танысыңдар. Браузер компьютерлік желідегі ақпараттарды компьютерден іздеуге және оны көруге арналған программа. Ақпаратты қалай іздейміз? Мына суретте жиі қолданылатын Google Chrome браузер терезесі берілген. Оны интернеттен ақпарат іздеу үшін пайдаланамыз. Біле жүрейік. Google Chrome браузерін интернеттен тегін әрі тез орнатуға болады. Ол үшін мына сілтемені қолданамыз. Есте сақта, ақпаратты интернеттен іздеу үшін іздеу жолына тақырыпты жазамыз. Enter пернесін басамыз. Қажетті ақпарат пайда болады. Анықта, қандай ережелер бұзылды? Бірінші, Ерасыл 2 сағат интернетте ойын ойнады. Екінші жағдайы бойынша Әсем интернетте өзі туралы ақпарат жазды. Жұмыс дәптерімізді ашып, ізден орында тапсырмасын орындаймыз. Браузерлер атауы мен суреттерін сәйкестендір. Ойланып орында. Google Chrome браузер терезесінің элементтерінің атауларын жаз. Сөзді тап. Бір түсті әріптерді пайдаланып, сөздерді тауып жаз. Келесі тапсырма компьютермен жұмыс. Компьютерден браузерді аш. Мына берілген сілтемеге кір. Запустить Google Earth батырмасын бас. Іздеу жолына Қазақстан деп енгіз. Өзіңе ұнайтын қалаларға саяхат жаза. Орында. Интернетті қолданғанда сақталатын қауіпсіздік ережелерін дәптерге жаз. Зертте. Өз есімінің мағынасын браузер арқылы іздеп зерттеп көр. Балалар, осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бағдаршам арқылы қорытынды жаса. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.